Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде күйеуіңіз қайтыс болса, қалай жоруға болады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде тірі күйеуіңіз қайтыс болғанын көрсеңіз, бәсекелес пайда болады. Қарым-қатынасқа көбірек назар аудару керектігін айтады. Егер тұрмысқа шықпаған жас ханым бұл түсті көрген болса, онда ол жақында тұрмысқа шығатын болады. Және де түсте тірі күйеуінің өлгенін көрсе, оның ұзақ өмір сүруін білдіреді. Егер күйеуі түсінде ауырып қайтыс болғанын көрсе, онда ауырып жатқан адам тез арада айығатынын білдіреді. Күйеуі қайтқан жесір әйел бұндай түсті көретін болса, оның ауруының хабаршысы. Түс көруші марқұм күйеуінің денесіне күлсе, онда нақты өмірде ерлі-зайыптылар арасында жанжал болады. Жас қыздың түсінде сүйіктісін көру және оның өлімін көру жарқын өзгерістердің, отбасылық істерді некені білдіреді. Түсте ер адамның өлімі қиындықтардан құтылуды, болашақта жаңа кезеңнің басталуын білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.